Сәлем достар, бүгін біз осындай Спартак тортының рецептімен бөлісеміз. Бұл осындай жұмсақ әрі әдемі болып шығады. Ыдысқа жұмсақ сары май, бал, қантты салып, оны баяу отта немесе водяная баняда ерітіп аламыз. Осылай ерітіп болғаннан кейін оның үстіне 3 жұмыртқаны бірден салып, тез-тез араластырамыз. Сосын ас содасын салып, тағы араластырып, 2 минут газда ұстаймыз. Осындай масса болғанға дейін. Кейін алғаннан кейін оның үстіне какао ұнды салып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Осылай қамыр шыққаннан кейін оны пакетке орап, 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. 1 сағаттан артық тұрмауы қажет. Тоңазытқыштан алғаннан кейін оны 7 бөлікке бөліп, әрбір бөлігін пергамент қағазына жайып шығамыз. Жайып болғаннан соң оны өзіңізге керек формада кесіп алып, 180 градуста 5-6 минут пісіріп аласыз. Менің формамның диаметрі 22 см. Корждар осылай әдемі болып пісіп шығуы тиіс. Енді оған крем дайындаймыз. Ол үшін қаймаққа қант, жүгері крахмалы және 2 жұмыртқаны салып, венчикпен түйіршіксіз масса болғанға дейін араластырамыз. Осындай масса шыққанға дейін араластырамыз. Одан соң оны водяная баняға қойып, үздіксіз араластырып, қою болғанға дейін ұстаймыз. Осындай қою болуы тиіс. Сосын оны бөлек ыдысқа салып, бетін жауып, 2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді оған крем дайындаймыз. Жұмсақ сары майды миксерлеп аламыз. Және оның үстіне дайын болған кремімізді ас қасықтап салып отыра миксерлейміз. Корждар осындай болып пісіп шығады. Енді тортымызды жинаймыз. Әрбір коржға крем жаға отыра, оның үстіне корж қойып, тортымызды жинаймыз. Біздің тортымыз осымен дайын. Ол өте оңай әрі әдемі көрінеді. Егер видеоны лайк басып, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!